Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 17-ші жаңа сабақ жуан және жіңішке жұп дауыстылар тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қазақстанның туы мен әнұраны. Еліміздің туы тік бұрышты, көгілдір түсті матадан жасалған. Көгілдір түс бейбітшілік пен тыныштықтың белгісі. Тудың ортасында күн бейнеленген. Оның астына қалықтап ұшқан қыран құс. Сол жағына ұлттық өрнек салынған. Әнұран отанның салтанатты әні. Ол кеудені мақтанышқа бөлейді. Арманыңды алысқа самғатады. Әнұранды әр адам жатқа білуі керек. Енді балалар, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Туымыздың түсі қандай? Дұрыс айтасыңдар, көгілдір түсті. Көгілдір түс бейбітшілік пен тыныштықтың белгісі екен. Тудың ортасында күн бейнеленген. Дұрыс айтасыңдар. Және қалықтап ұшқан қыран құс, сол жағында ұлттық өрнек салынған. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, әнұранды жатқа білеміз бе? Иә, өйткені біз ең бірінші сабақ басталмай тұрып, әнұранды мақтаныш сезіммен айтамыз. Екінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Айнымайды аспаннан біздің тудың бояуы, оны халық қашанда биікке іліп қояды. Тұманбай Молдағалиев, өлеңдің авторы. Балалар, өлеңде не айтылған? Я, тудың бояуы аспаннан айнымайды дейді. Оны халық қашанда биікке іліп қояды дейді. Біздің туымыз биікте ілініп тұрады. Есімізден шығармайық. Келесі жаттығу, үшінші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздерді оқып, салыстыр. О, ө, дыбыстарының айтылуына назар аудар. Сөздерді жұптап жаз. Мысалы балалар, үлгіде ор сөзіне қарайық. Бұл жерде ор сөзі шөпті ор дегенді, өр сөзі ержүрек, рухты деген мағынаны білдіреді. Солай тор сөзі, тор деген құстың торын айтамыз. Төр деген қонақ келген кезде біз төрге шығарамыз. Ал от сөзіне келетін болсақ, от. Біз қыста ауылда от жағамыз. Ал өт дегеніміз адамның дене мүшесінің бір ағзасы. Сыз дегеніміз салқын, ылғалды жерді айтамыз. Сіз деген ол мәдениеттіліктің белгісі. Төртінші жаттығу. Оқы, қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Тол, төл, астау суға тол, ішеді төл. Бұл жердегі тол сөзі, мысалы, астауды суға толтыр. Егерде толтыру, яғни суды толтыру, оны төл ішеді деп тұр. Төл дегеніміз ол жануарларды айтамыз. Бұл жердегі тол сөзіндегі о дыбысы жуан, төл сөзіндегі о дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды